Сәлеметсіздер ме? Құдайберген жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің физика-математика факультеті IT медицина білім бағдарламасының 4-ші курс студенттері Абдолайдана Әділханқызы Дініс Есенхан Айылым. Бүгінгі біздің дипломдық жобаның тақырыбы стоматологиялық жабдықтар мен материалдардың интернет дүкенін құру. Жалпы біздің сайтта басты бет біз туралы қызметтер, өнімдер, байланыс, себеп және кіру және тіркелу батырмалары бар. Және де сонымен қатар үш тілге ауыстыру батырмалары бар қарастырылған болатын. Ең бірінші мен өзімнің аккаунтыма кіріп қойған болатын. Бізде жалпы басты бет біз туралы қызметтер, жеткізу қызметі, техникалық қызмет көрсету, байланыс туралы бөлімдерде жалпы біз туралы біздің қандай қызметтер ұсынатынымыз туралы толықтай жаңағы қолданушылар мәлімет алады. Көрсетіп кететін болсам. Біз қызметі және техникалық қызмет. Келесі өнімдер бөліміне өтетін болсақ, бұл жерде бізде ең алдымен басты функция іздеу функциясы және сұрыптау сүзгілеу функцияларын көре аламыз. Яғни барлығы арзан, қымбат, жеңілдік сияқты. Және біздегі өнімдер категорияларға бөлінген. Стоматологиялық құралдар, материалдар, стерилизация жабдықтары, қорғаныс құралдары, аксессуарлар және жеңілдіктер болып табылады. Бізде, мысалы, материалдар бөліміне кіретін болсақ, әрбір өнімнің жарамдылық мерзімі туралы, оның бағасы туралы, яғни толық ақпарат ала аламыз. Аксессуарлар, себетке алу, оның бағасы, саны, барлығын көре аламыз. Келесі біз себет бөліміне өте отырып, осы біздің таңдалған өнімдеріміз себетімізден шығады. Ол жерде бізде жалпы суммасы, бізде жеткізу құны 2000 теңге болғандықтан, оның бағасы автоматты түрде қосылады. Осы жерде біздің таңдаған өнімдеріміз бар, оның бағасы таңдау санын қосып азайтсақ болады. Сонымен қатар біздің ең негізгі функциялардың бірі ол осы жасанды интеллект. Қазір цифрландырудың заманы болғандықтан біз осы жасанды интеллектті сайтымызға қосқан болатынбыз. Бұл жасанды интеллект тек қана осы біздің стоматологиялық сайтымыздың көлемінде айналасында ғана жауап береді. Мысалы, жазып көрейік. Бұл автоматты түрде жауап береді. Өнім дейтін болсақ, біздің бір қойғымыз келетін сұрақ өнім. Бүгінгі біздің қорғаған дипломдық жобамыз осы. Сау болыңыздар.